Армысыздар қазақ елі. Жұлдыз ТВ арнасының сенбілік серуен бағдарламасында Тоқтар Серіковтің бор биі, аяулы жары Бейбіт Сейдуалиева сұхбат беріп, біраз құпияның құлпын ашты. Әнші отбасын сақтап қалу туралы және балаға дұрыс тәрбие беру турасында әңгімелеп берді. Сұхбат барысында Тоқтарды көргім келмеген сәттер талай болды. Болмады деп айта алмаймын деді. Арамызда бұзушылар да болды. Қарсы қойып, олар болмас сөзге бола екеумізді екі жаққа ажырастырып жібергісі келген жандар да болды. Бірақ бір таңғалғаным, Құдайдың бұйрығы деген керемет нәрсе бар. Алла тағала ол адамды сенің жарың болуға, сенімен мәңгі бірге болуға бұйырса, сен ешқайда кетпейді екенсің деп айтты. Қанша қиыншылық болып жатса да, қанша көрмегенім сол болсын десең де, қиылысатын жолдардан қашып жүрсең де, ақыры айналып топ еткізіп кездестіріп қояды. Сондай сәттер өте көп болды. Содан өзің келе-келе ұға бастайды екенсің. Ол сенің адамың. Қайда барсаң да, ешқайда қаша алмайтыныңды түсінесің. Сондай сәттер болды. Оның бәрі көрген түстей өтті. Кетті деп құпияны ашты Тоқтардың Бейбіті. Жүргізуші керемет, сөйлеу мәнері, дауысы өте жағымды. Тоқтар мен Бейбітті қатты жақсы көремін. Енді сөз жоқ. Үйді жинап жүріп тыңдап демаламын. Өлеңдерін тыңдап, интервью керемет. Тіл көзден аман болсыншы. Бейбіт, сенің әндеріңмен сусындап өстік. Қандай жаңа әні шығады екен деп күтіп жүретінбіз. Ол уақытта газет еді. Газеттерін сатып алып, суреттерін қырқып алып, іліп қоятынбыз. Тоқтар нағыз қазақи, қазақ десе жанын беретін қазақ жігіті. Қазақ эстрадасында мен мойындайтын жан бар. Ол Бейбіт Сейдуалиева. Өзінің салиқалы да, сабырлы кейпі маған қатты ұнайды. Өте талантты да, ақылды әйел. Өмір жолыңыз қашанда ашық болсын. Бейбіт, екеуміз Жаңатас қаласында көрші тұрдық. Бір сахнада ән айттық. Үйінде ән айтқан уақытта далаға естіліп жатушы еді. Құс жолы әнін орындайтын, талабы таудай қарапайым қыз еді. Анасы өте жақсы кісі болған. Алла жар болсын, айтарым. Бейбітім. Бейбіт керемет әнші, ақылды, мейірімді ана, сүйікті жар. Отбасының ұйытқысы екенін көрсетті. Отбасының керемет жетістіктерге жетуге иманның қажет екенін және бар нәрсені намаздан түсінгенін тамаша жеткізді. Алла жүрегіңді мұңсыз етіп, бар арман тілектерің орындалып, ақыретке дейін үрім бұтағын салиқалы, бай бақуатты ұрпақ болсын, деп жазды сұхбатты көрген көрермендер.